тұра берді деп жатыр ғой, тұра берсін деп. Ол үшін аяқ суыру керек екен, сіздің негізі шуып тастау керек екен. Көрсетіп тұрса болды бізде ақ стена ғой. Келдер қыздар мына жерге қойып Саламатсыздар ма? Келіңіздер. Қай жағдайлар? Қазір рушестен келіңіздер. Жоқ, келіп жатыр осы. Қазір рушестен адамдар келеді, болды сосын. Тастаймыз ғой. Ең жақын осы Ақмая деді ғой. Ақмая. Бірақ қарап. Онға кіріп отыр уже департаменттер. Рұқсат болса бастай берейік, ә? Көрініп, естіп тұрсақ бастай берейік. Иә? Айтып жеріңіздер, департамент, управление. Бастай берейік, ә? Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгінгі жиналысымыз өздеріңізге белгілі ауылға, біздің ауыл территориясы жататын болғандықтан кейін, аяқта бірінші цех деген бар. Сол жаққа дарияға үшін ауылды су тасқын болған жағдайда қорғау үшін дам салынайын бар. Соған байланысты халықтан бір ауыз былайша айтқанда келісім ғой, келісімін алу қарсы ма, қарсы емес па деген сияқты. Соған байланысты бізден бүгін акиматтан бір представитель болсын деді. Мені бекітті. Нақсы хатшы болып бекітіп жатыр. Ол шыңдаудан. Шыңдау. Баяндаманы оқышы әлі хатшы. Қысқаша айтқанда сол дамбыға байланысты негізі бүкіл ауылға хабарландыру бергенбіз, бірақ білесіздер ғой, ешкім жиналысқа келмейді керек. Осындай именно келеміз зор. Осы енді регламентін бекітіп алсақ. Жоқ, өзіңіз төраға дейтін. Мен төраға жаңағы Иманов Нариман Маратұлы, әкім аппаратының бас маманы Ақмая ауылы. Бүгінгі тақырыбымыз Қалғандария өзен жайылмасына су тасқынына қарсы бөгет салу жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп жобасын талқылаймыз. Олай болса регламент бекітіп алайық. Бірінші, қоғамдық тыңдауға қатысушылар тіркеу, келісілген уақытта қоғамдық тыңдаушылардың тыңдаудың ашылуы, баяндамашылардың сөз сөйлеуі, баяндамалар талқылау, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстар тыңдалады. Одан кейін соңғысы қоғамдық тыңдауды қорытындылау. Регламент бекіту туралы. Осы регламент бойынша дауысқа салып жіберейік, қатысулар бар ма? Қатысулар болмаса қабылданды деген. Уақытылы бастап тіркелу сол. Уақытылы бастап тіркелу берсіз. Қарсы бар ма? Қарсы бар ма? Жоқ, қарсы емес. Келісеміз. Қалыпты онда толық қабылданды. Енді кезекте бастадық. Енді кезекте осы хат жағдайды тыңдап едік. Жүсіпова Гүлназир. Саламатсыздар ма, қоғамдық тыңдауға қатысушыға келгендер. Мен есім Жүсіпова Гүлназ. Осы шыңдау жобаны әзірлеуші, мен баяндамашымын. Бүгінгі тақырыптың ашық жиналыстың тақырыбы оңтүстік Қарамұрын кен орнында Сырдария және Қалғандария өзенінің жайылмасында су тасқынына қарсы бөгет салу жобасына ықтимал әсер туралы есеп жобасын талқылайтын боламыз. Территорияға келетін болсақ, нысан Қызылорда облысы Шиелі және Жаңақорған аудандарында орналасқан. Жұмыс жобасының негізгі мақсаты Рушест жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндірістік қуатын болашақта кеңейтуге жағдай жасауға болып табылады. Қыс-көктем кезінде Сырдария өзенінің жыл сайынғы су тасқыны, сондай-ақ Сырдария өзенінде мұздың кептелісі, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туғызатын қарастырылып отырған. Бір минут. Не болып тұр дейді. Сектірс болмай тұрған шығар. Сектірс тартпай тұр. Общий WhatsApp-пен неғып тұр. Біз енді видео съемка береміз. Непрерывный видео запись болу керек, сол үшін біз тоқтамай жалғастырып жатыр. Естіп тұр ма енді қазір? Билайн ба не деңіз? Билайн, я. Билайн дұрыс. Алтел ше? Алтел өз үшін ұстамайды. Алтел вообще ұстамайды?
қарастырылып отырған оңтүстік Қарамұрын, Уран кен орындары Сырдария өзені су басатын жайылмасында орналасқан. Осыған байланысты Сырдария өзені жайылмасына су тасқынына қарсы бөгет салу қажеттігі туындап отыр. Ең жақын ауылды аймақ Ақмая болып табылады. Участок шамамен 9 шақырым қашықтықта орналасқан. Мүлік аумағында тарихи мәдени мұра объектілері, оның ішінде сәулет археология объектілері жоқ. Жобаланған нысан ерекше қорғалатын табиғи аумақтардан және мемлекеттік орман қоры жерлерінен тыс жерде орналасқан. Жалғастыра берейік, иә? Атмосфералық ауаға әсері, атмосфералық ластану көздерінің алдын ала түгендеу нәтижесінде 8 ластану көзі анықталды. Оның 2-і ұйымдасқан және 6-ы ұйымдасқан көздер болып табылады. Ұйымдастырылған көздерде компрессор мен электр станциясының шығатын құбырлар жатады. Ұйымдастырылмаған көздерде топырақ өңдеу және қайта толтыру жер жұмыстары, қиыршық тасты, құмды сүру, сондай-ақ арнайы техникалық қозғалыстар жатады. Есеп бойынша құрылыс кезінде 0,756 тонна шығарындылар болатын анықталды. Жылжымалы автокөлік шығарындылардың көлемі 0,10 мыңнан 48 тонна құрап отыр. Бұлар Экокодекстің 202-13 тармағына сәйкес шығарындылар эмиссия нормативіне енгізілмейді. Атмосфералық ауадағы зиян заттардың жер деңгейін концентрация есептеу нәтижесі сүйене отырып, ауаны ластау тек объекттің аумағында болады және ауданның экологиялық жағдай айтарлықтай үлес қоспайды деп қорытынды жасауға болады. Су ресурстарына келетін болсақ, нысан салу кезінде жұмысшылар тобының шаруашылық ауыз су қажеттілігін қамтамасыз ету үшін ауыз су және өндірістік қажет техникалық сулар қажет болады. Бұлар жұмыс объектін салу кезінде шаруашылық тұрмыстық қажетті тұтыну және ағын сулардың көлемі 256-да 2 текше метр су құрап отыр. Ал пайдаланатын техникалық судың көлемі 630 текше метр суды құрап отыр. Құрылыс алаңдары санитарлық тұрмыстық үй-жайларындағы су жүйесі, биотуалет, жылжымалы дәретхана кабиналары арқылы жүзеге асырылады. Осы жобаны іске асыру кезінде төгінділер келісімшарт арнайы ұйымдарға беріліп отырады. Өндірістік және тұтыну қалдықтарына келетін болсақ, қалдықтардың түрлері қатты тұрмыстық қалдықтар, құрылыс қалдықтар, майланған шүберек, жалпы қалдықтардың көлемі 1,86-85 тоннаны құрап отыр. Аумақта қалдықтарды уақытша сақтау асфальттанған алаңда орнатылған герметикалық жабық контейнерлерге жүргізіледі. Барлық түзілетін қалдықтар мамандарға ұйымдармен келісімшарт негізінде полигонға алып кетіліп отырады. Апаттардың ықтималдығы технологиялық нұсқаулықтарға сәйкес көзделіп отырған қызмет объектісін пайдалану авариялық шығарындылардың мүмкіндігін болдырмайды. Жобада қоршаған ортаға антропогендік әсерді азайтуға мүмкіндік беретін бірқатар шаралар қарастырылған. Шаралар ескерген жағдайда қоршаған ортаға айтарлықтай әсер ету көзделмей отыр. Бұл енді ықтимал әсері туралы есеп болғандықтан, бұл жоба негізі барлық құзырлы органдарға беріліп отырады, мемлекеттік органдарға. Солардың ескертулері мен ұсыныстарында оқып шығайық. Бұл ескертпелер кеше 20 мамырда шықты. Ең бірінші Қызылорда облысы табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының ескертпелері Қазақстан Республикасы экологиялық кодекстің 245 бабына сәйкес атап айтқанда темір жолдарды, автомобиль жолдары, магистрал құбыр жолдары, байланыс жолдары, жел электр станциясы, сондай-ақ каналдар, бөгеттер және өзге де гидротехникалық құрылыс жайларды орналастыру, жобалау және салу кезінде жануарлардың миграциясы жолдарын сақтау және қырылуын болғызбау қамтамасыз ететін іс-шаралар әзірленуге және жүзеге асырылуы тиіс. Сонымен қатар жергілікті елді мекенге дейінгі арақашықтық адамның өмір сүру ортасына дейінгі қосылып отыр ма? Ал біз непрерывно видео жүргізіп жатқасын ары қарай жалғастырып жатыр. Ал департаментта не істеп керек маған дейді. Енді не істеймін? Болмайды деп жатыр. Дауысын қосасыңдар ма? Ненің дауысын қосады? Зумның дауысы естілмей тұр, видеода жоқ, дауысы да шықпай тұрды. Соған департамент возник жаңа.
Енді естіліп тұр ма? Енді естіліп тұр. Баяндаманы жалғастырып жатыр. Жаңа скринингке келген, мемлекеттік органдардан келген ескерту мен ұсыныстарды оқып жатыр. Жалғастыра берейік па? Тоқтатып тұр осында. Тоқтатып тұрсы. Паузаға баса тұрыңызшы. Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалану реттеу басқармасының ескертпелері барлығы қабылданды. Жоба кезінде ескеріліп жойылады. Қызылорда облысының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті ескертулер мен ұсыныстар жоқ. Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы жер қатынастар басқармасы ескертулер мен ұсыныстар жоқ. Су ресурстарын пайдалану реттеу және қорғау жөнінде Арал-Сырдария бассейндік инспекциясы. Оңтүстік Қарамұрын кен орнында Сырдария және Қалғандария өзенінің жайылмасына су тасқынына қарсы бөгет салу жобасына ескертулер жолданған және аталған жоба пысықтау шартының мемлекеттік қызмет көрсету аясында келісім берілгенін хабарлайды. Сонымен қатар жобаланған жұмыстар жүргізу барысында Су кодексінің 55, 112, 115, 120, 125, 126 баптарын талаптарын қатаң сақтау қажеттілігін ескертеді. Ары қарай Қызылорда облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесінің аумақтық инспекциясы Қазақстан Республикасының өсімдіктер дүниесі туралы заңының жабайы өсімдіктерді, оларды бөліктер мен дериваттардың жоюға және бүлінуіне заңсыз жинауға жол бермеу, өсімдіктер дүниесін пайдалану қағидаларын талаптарын сақтауға және өсімдіктер өсетін жерлерде теріс әсер етуге жол бермеу. Сондай-ақ өсімдіктер дүниесін алып шашқан учаскелер өрт қауіпсіздігінің талаптарын сақтауға дейді. Ары қарай тағы сол сияқты барлық талаптарды оның ішінде экология талаптары сақтала отырып жүзеге асыруға тиіс дейді. Барлық ұсыныстар мен ескертпелер ескеріледі және жоба кезінде қайтадан жоба беріледі. Шиелі ауданының әкімдігі ескерту мен ұсыныстар жоқ дейді. Жаңақорған ауданының әкімдігі өнеркәсіп денсаулық сақтау министрлігінің өнеркәсіп объектілеріне қойылатын санитарлық эпидемиологиялық талаптар санитарлық сулар өндіріс барысында облыстық аудандық және өзге де маңызды автожолдар сонымен қатар егістік пен жайылымдық жерлерге су алатын каналдар мен су қашыртқыларының бұзылуына жол бермеу, бұзылған жағдайда қайта қалпына келтіру дейді. Бұл ескертпелерді бұларды ескеріліп, ұсыныстар қабылданады. Қызылорда облысының облысы бойынша экология департаментінің ескертпелері. Бұлар экологиялық кодекстің бірнеше талаптарын қойып отыр. Қалдықтарын операция орындау кезінде Экокодекстің 329 бабына сәйкес иерархия қағидаларын ескеріліп, сондай қалдықтардың пайдалану баламалы әдістерін көзделсін дейді. Сондай-ақ су объектілері және оларды қорғау талаптары ескерілсін деген. Ары қарай су кодексінің Арал бассейн инспекция дәл сол замечание жазып тұр екен. Сол баптар сақталсын деген 55, 120, 125, 26. Сондай-ақ жер көлік жұмыстар орындалу кезінде шаңды басу жөнінде іс-шаралар көзделсін деген. Қоршаған ортаға әсер ету жобасы 20 шекте ағынды сулардың тұрмыстық сарқынды сулар ластаушы әсерін болдырмау үшін тұрғыныштардың жүйесін қарастырылған дейді. Сумен жабдықтау жүйесін салу кезінде тазарту қондырғыларын шлангты шығару әдістері қарастырылмаған, өйткені бұл жобаны іске асыру кезінде төгілімдер келісімшарт сәйкес мердігер ұйымдарға жіберіледі. Алайда Ру-6 жауапкершіліктеу серіктесі операторының сарқынды сулар қабылдау және тазарту бойынша жеке тазарту қондырғылары бар. Жоғарыда айтылғандар сүйене отырып, сарқынды сулар ағызу үшін өзінің тазарту қондырғыларын апаруды қарастырылсын дейді. Ары қарай осы ескертпелер бәрі бүгінгі қоғамдық тыңдауда атап шықсын дейді. Барлық ескертпелер мен ұсыныстар қабылданды. Бұлар жоба кезінде, қайта тапсыру кезінде барлығы жойылып, қайта тапсырылады. Басқа сұрақтарыңыз бен ұсыныстарыңыз бар болса, жауап беруге дайынбыз. Зуммен де кіріп отыр. Естіліп отыр ма зумға кіріп отқанда? Жаңа қайта үзіліп кетіп жатыр. Біз видео непрерывный видео болғасын, біз ары қарай жалғастыра бердік. Сұрақтарыңыз бар ма? Біз кешін кіріп келдік. Жалпы Қарамұрын кен орны өздерінің участоктарын кеңейтіп жатыр ғой.
әрең бөгет қазір салу. соған бөгет салып жатыр. Сол бойынша сұрақтарымыз бар ма? Барлық жаңағы мекемелерден рұқсаттарын алған экологиядан неден. Тек ауыл тұрғындарымен. Бөгетті жаңағы дария тасығанда өздеріңізге зиян тигізбес үшін ғой. Жаңағы кен орындарын баспамас үшін, экологияның кен орындарын су басса қайтадан шайын су қайтадан кетеді ғой, экология зиян ғой. Сол үшін ғой. олай емес ол. В общем, былай дарияның суы біздің неге кен орнына кетпейді и басқа жаққа да кетпейді. Басқа жаққа да кетпейді ғой. Бізге оған не қатысы бар мысалы біздің ауылда? Біздің ауыл территориясында болғаннан кейін. Бізге жаңағы су тасуға тасып кетсе біз қорғаймын деп бөгет салып жатыр. Сіздерді қорғаймыз ғой. Сондай оймен істеп отырмыз. Жалпы жалпақ тілмен түсіндіру өзің түсіндіріп өтесің халыққа қалай. Мен тағы сұрағымды қояйын, содан кейін бірақ түсініңізші. Бізге одан гөрі бізге бар ғой, былай болып тұр да. Мен осы жерде 7 жыл болды жұмыс істегеніме де. Мысалы, осы жақта, осы сіздер бетте, дария жақта. Осы ауылдан былай қарай ғой. Не, баяғыда біз осыдан 30-40 жыл бұрын агрот еккенбіз. Сол кезде, анау кислота уланып, жазды күні. Жоғарыда тұрады бір 10 шақты, 11 метр, 9 метр жерде. Ашық өмірге түседі. Сөйтті біздің пәлегіміз бәрі күйдіретін тұғын. Сол дәл сол қасында. Ұршестің нелерінің қасында. Кейіннен енді қазір қарасақ, содан бері 30 жыл өтті. Бізде ояқта жайылымда шөп қалмады, бәрі қурап барады. Қазір жұрттың бәрі жалғыз жасайды. Жайылым жоқ. Шөптің бәрі қурап кеткен, кішкентай кезінен қурайды. Емге сотқан кезде кислотадан. Соған бізге компенсация бар осы ауылдық округке. Ең болса бізге ақшалай қаражат бөлініп тұрса. Сіздер жауап беріңіздер. Иә? Ассалаумағалейкум. Енді аға жазысы айтып 30 жыл бұрын, 40 жыл бұрын осындай болған. Қазір 30 жылдан бері ол технологиядан бәрі өзгеріп кетті. Қазір онда кислота ақпайды. Бәрі замкнутый кругта. Система зданиенің отоплениясы қалай болса, ол бізде системада сондай. Бұны айтып отқан жеріміз біздің қазір сіздер мынау қалған дарияны білесіз ғой? Білемін. Заповедник территориясы анау егерлердің отыратын тамы бар. Екі қалғанның ортасындағы жер біздің айтып отқан. Бұны түсіндім мен, ол жағын түсіндім. Мен просто басқаша сұрақ қойып отырмын жағынан. Жайылым жөнінде, жайылымымыздың шөбінің қурап кеткен жөнінде айтып отырмын. Қазірде болса қурап, қазір малдардың бәрі, ауылдың бәрі сол жалып жасайды. Шөп баяғыдай емес, қурап кеткен. Өйткені енді көктеп келатқан кезде күйеді өзі. Содан кейін барып арғайын көктемейді да, арғайсы дамымайды да, соны қурап 30 жылдың ішінде өзімізді жайылым жоқ болып барады. Соған мен айтып отқан ауылдық округке соған компенсация сұрап отырмын. Компенсация оны министр арқылы Сендерден бастап шығады ма? Министрді көріп отқан жоқпын оны. Енді оны көбейге ол вопрос. Ол вопрос жауабын шеше алмаймыз. Сендер арқылы айтқан ғой, министрге барамаймын оны. Ол жаңағы вопрос көтеріп сұрақ қойдым. Протоколға енгізген. Өйткені біздің ауылда қазір үлкен айқай шу содан болып жатыр. Жайылым жоқ. Шөптің бәрі қурап кеткен. Бірақ ұсыныс енгізіледі протоколға. Бұл кісі ауылдың ақсақалы кеңесінің төрағасы. Сондықтан маған айтады көбісі жұрттың бәрі. Осындайды айтпайсыңдар ма дейді. Бәрі жақсы жақсы деп шығарып саласыңдар болды. Онда шындықты айту керек дейді. Рушейск өзін есіне алады ғой. Иә. Да, сұрақтарыңыз бар ма? Қойып алыңыздар. Неге жоқ, қойсаңдар осындай келіп жатқан кезде сұрақты. Департамент сіз қоя берсеңізші. Егістікке халыққа оның зияны жоқ па? Ақ жөніңізді айтып берсеңіз. Күйіспай перизат бақшаңыз бар. Осы салынып жатқан дүниенің мысалға халыққа зияны қанша зияны бар ма? Халыққа. Мен айтайын сізге. Толыққанды түсіндіріп айтсаң, не салайын деп айтсаңдар, салынады деп. Жаппай тілмен айтайын. Сіз мына жаққа келіп отырып түсіндіріп берсеңізші. Жалпылама не үшін салынайын деп жатыр, оның зияны бар ма жоқ па деген сияқты.
кеңінен түсіндіріп беріңіз, ол жаңағы докладта оқыған бір былай бөлек. айтайық. Ошес мекемесі. Жаңағы территориясы. Мына сіздің есімнің алдының территориясы деп қойыңыздың іші. Сол ішінде біз жаңа даяға жақын болғасын, полигонда жұмыс істейді. Сол полигонға даяға су тасыған кезде су кемесін, су кесе, содағы еркіндерді ескі бажына ішіне су құйылып, қайтадан даяға кетпесін деп, соны қоршап жатырмыз. Зиян тимесін деп. Сол мына соғаттандағы сол Ошестің жаңағы полигондағы зиян заттар даяға басқа жерге жайылмасын деп, жеріңіз қоршап қоясыз ғой, батыс сырттан кетпесін деп, сол су кірмесін деп істеп жатырмыз. Ол сол бағытта істеліп жатқан нәрсе. Оның ешқандай зияны жоқ, қайда пайдасы бар. Қоршаған ортаға зиян тигізбейміз. Болған жағдайда да ол дамбының ішіне су кірмегесін, ол дамбының ішінде сыртынан қорғау түседі. Мал да кірмейді, басқа адамдар да кірмейді. Ал оның кейін жұмыс істеп болғаннан кейін, оның специальный өзінің программасы бар. Сол жерді тазалап, реттеп, қайтадан қалыңдай состояние болды, сол жерді қайтадан тегістеп беріп кетеміз. Енді ол жерде авангардтың, именно ол жерде авангардтың территориясы жоқ, біздің жаңағы дамбы соғайын деп жатқан жерде. Ол жер төмен ағаштың территориясына қалады. И анау жаңағы лесхоздың заповедниктің территориясына қалады. Жаңағы сіздің айтып отқан жайылым бойынша айтайын, жайылымға, скорее всего, біз емес, мияның тамырын жинап жатқанда көп зиян келтіріп жатқан шығар. Ол енді авангардтың территориясы бізде 19-шы жайылым жер бар, 25-шы жайылым жер бар, ол жерді құм шауып. Құмдағы шөптер ол қорап жатқан сол жерде. Құмға жайдады ол. Қазір қай жерге барсаңыз да құмда қойып қойып, бұрынғыдай қызғалдар жоқ, бұрынғыдай шөп. Соның енді экологияның әсері ғой. Экологияның әсері, ол Ошестің әсері емес. Экологияның әсер етіп жатыр ғой сол Ошестің кислота әсерін сол. Аға дұрыс та сіз білмейсіз да оны Ол зерттеу. әлі дәлелденген нәрсе жоқ. Дәл сондай құм шауып жүр. Ояқта бар ғой, мал баққан адаммын. Утешкі болып, трубалар жарылып бар ғой. Кеткен, кислотаға көп болып жатыр, сол қайтып көмген. Оның бәрін көріп жүрген жерім ғой мен. Алада құмдар топырақ төгіп, көм труба өткізген бір жерлерден. Топырақ құм жеммен ұшып кеткен, жалаңаш жатыр трубалар. Оны мал басып жатыр, адам басып жатыр. Оны бәрін көріп жүрмін. Соны айтпаса не айтамыз енді? Аға, оны бақыт сіз общий айтып еді. Ондай фактілер болса, суретін жіберіңіздер. Суретін анада мен армандарымда келесіде айтқам. Келеміз деп келмеді, мен апарып көрсетемін деген. Енді ешқайсысы келмеді сонда. Барамыз деді. Мен ертең адам жіберейін, специалистті, маршрутты. Апарып көрсетіп, көріппен жіберейін. Апарып көрсетіңізші, ана тоғақ атыр деді. Жа шылаңында өмілмеген, магниттер сол ашық жатыр, шылаңын тасай саған, оны жаппаған, жатыр бәрі. Көрсетемін. Болды, мен ертең адам жіберейін, машина жіберейін, көрсетіңіз. Оны бет айттым мен. Қайталап жіберіңізші сұрағын. Қанша адам қатысып? Қатысып отқан адам саны? Бір ме? 16 адам. Тағы Ошестен бір 20 шақты адам отыр. Сіздер Ошестен. Я келіп тұрмын, қазір сол барымыз. Хорошо. Онда аяқтайық ба? 30 шақты адам. Жоқ. Тұрғындарда жоқ қой, Сұрақтарыңыз бар ма? Негізі опять же өткендегі айтылған мәселе ғой, жаңағы Сәліп ағамыздың айтып отқаны. Жаңағы шықпен отырып күйдіріп жатыр дейсіз ғой енді, жайында өзі. Өткендегідей жаңағы жасыл белдеу қалыптастыру керек деп айттым ғой негізі. Ол сондай нәрселерді ұстайды да ағаштар ше, сондай территорияға, зонаға. Ол да бір мероприятие болып саналады. Ол мероприятие, ол міндетті түрде болу керек. Оны жазып отырмын департаментше. Негізі солай болса, уже ол алдағы уақытта сіздердің де алдағы туындайтын вопросқа міне біз жасыл белдеу қалыптастырғанбыз деген уже жауаптарыңызды дайын тұрады. Жақсы, ескереміз. Рахмет. Өткенде жігіттер хабарласқан кезде оны қазір ауылдан біраз адам түсінбейді.
Мынау до суреті и после дамбы көтерген кезде бір эскизін дайындап әкеліп лед экранға көрсетсеңдер Иә, алдын дамын сол соғуға рұқсат шығарып жатырмыз ғой біз. Бізге соғуға рұқсат. иә енді предварительный эскизін жасауға болады ғой иә сол кезде ешқандай вопрос туындамайтын еді да қалай болады халықтың түсінбей отырғаны сол қазіргі жағдайы и дамбы көтергеннен кейін қандай бір суреттерін до и после көрсетіп сөйтіп барып доклад жасаса өзі вопрос болмайтын еді деп айтылған енді мынаны лед экранды да қоспай мына жаңағы диафильмі неге қосып қойдыңдар Мына ғой енді мына. Дарияның мына ағып жатыр. иә Мына қалған дария. Мына қалған дария. Біздің объектілер мына жерде. Осының мына дарияның су көтеріп мына объектіге су келмесін деп біз мына айналдыға қоршайын деп жатырмыз. Иә. Дамыл су. Ішіне су келмес үшін. неше метр биіктікте болады бір бөлігін ғана көрсете салу керек еді да эскизбен жасап ше Проект бойынша 2-2,5 метр биіктікте болады, әр жерде әрқалай. Бір жерде 2,5 метр болады, бір жерде 2 метр биік болады. Сосын жан жаққа екі жағында уклоны бар. Ені үстің жағы 4,5 метр, астың жағы 12 метр биіктігі бар. Стекан бізде жоқ шы. Пока бізде жоқ. Оның іші мынау дария жақ бет су бетінің жақ бетіне жаңағы бутовый тас дейді ғой, үлкен тас. иә Жаңағы дамбаны жуып кетпесін сондай тас салынады. Усиление беріледі. Иә, усиление. протяженность қанша болып тұр километр Протяженность 14,6 км. жақсы Общий протяженность 14,6 км. түсінікті жалпы халыққа зиян тимейтін нәрсе болса пайдасы бұл жерде дамбы ғана ғой бір адам бір нәрсе бурить етейін деп жатқан жоқ просто сол дамбы көтереміз деп Иә, қауіпсіздік қой. Экология зиян келмес үшін негізі жаңағы жасыл белдеу әлде де ұсыныс қолға алсаңыздар Ескереміз. Қазатын бұрынғы өзінде программа бар. Былтыр неше өтті? Осы жаңағы Кюменатын деген жаңа болған территориясы ғой мына жер. Сонымен жаңа болған территориясында лесхозбен договорға отырып 236 гектар ма жерге жоңышқасының тұқымын егіп беруінің ақшасын бәрін төлеп берді. Келесі жолы енді Шел районында сол программа бойынша қатыстырамыз. бізге ағаш керек шығар ғой ағаш егу керек Енді олардың егетін жерімізге байланысты ғой. Егер мынандай судың дарияның жағасы болса, онда жаңағы жидені, тоғанғылды егуге болады. иә Сыртынан. енді ол жерден қарастырылған жерді зерттеп қарайды ғой, қайсы өсімдік, ол жақтан жер алатын болсаңыз өзі ауданнан қаулы шығады ғой елді мекен жерін ауданнан қаулы шығады да сол мақсатта негізі біздің ауыл шаруашылығы елімізде тұр саған бәрі ауданнан шығады ғой сонда егеміз десеңіздер уже жұмыс жүреді басқа сұрақтарыңыз бар ма сұрақтар болмаса келіп қатысқандарыңызға рахмет